Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Мен деген қазір барлық модульдарымды түсіріп біттім, сабақтарымды, өзімнің ақылы курстарымның. Мына балапан, мынау күсектай, осындай ерке өзіме көңіл бөлмей кетсем алдыма шығып, внимание іздеп, кәдімгі бала сияқты әр нәрсені бүлдіріп, лақтырып, тосу, тамақ сұрап, ойнағысы келіп, алдыма мініп алады. Эфир жасап жүргенде де байқаған шығарсыздар, Инстаграм парақшадан. Енді мен қазір еш нәрсені пландамай, просто осы YouTube парақшама бір пайдалы видео басқым келді. Дәл қазір мен қарапайым бәріміздің өмірімізде қолданатын макарондар жайлы мысал айтпақшымын. Просто макарон. Мен қазір сіздерге осы видеода фотосын қоямын, екі макаронның. Өзіме осы нәрсе кәдімгі макарон кәдімгідей үлкен инсайт болды. Қандай дейсіздер ма? 2016 жылы менің өмірімде до и после кәдімгідей өзгеріс болды да. 2016 жылға дейін басқаша өмір сүру стилі болды, басқаша форматта өмір сүрдім, даже ойлау қабілетім барлығы 2016-тан кейін резко өзгерді. Барлықтарыңыз білесіздер, кітап көп оқимын, киноларды көргенде де мен тек қана жаңағы шын өмірде болған оқиғаларды, сондай нәрселерді көрген жақсы көремін. Сонымен мен бір кино қарадым. Өмірі дәл маған ұқсас әйелдің. Сол жақта айтады, өзгеріс деген нәрсе өте қарапайым нәрселерден басталады. Элементарно тамақты сіз қалай жейсіз, содан басталады дейді. Ол әйел тоже айтады, мен даже өмірімді өзгертемін деп шешім қабылдаған кезінде қарапайым пасталарды жеген кезде наслаждаться етіп бастадым деп. Мен қалай деп ойлайтынмын ғой. Ол кісі жаңағы киноны көріп отырған кезінде Италияға барады, сол жаңа тілді үйрену үшін, түрлі жаңадан тамақтар, паста, неше түрлі нәрселердің барлығын жеп, ол кинода айтады да, мен вообще өзімнің өмір сүріп жатқан кезінде өмір сүрудің, тамақ ішудің, ұйықтаудың, күлудің, жылаудың, біреуді жақсы көрудің, біреумен құшақтасудың даже не екен мен түсінбеймін, барлығын тупо жасаймын дейді. Таңертең тұрамын, барамда бет-қолым жуам, потом таңғы асты ішем, жұмысыма барамын, күйеуіммен просто әйтеуір өмір сүріп жатырмын. То есть өмір сүру стилі, қалай айтсам болады, барлығымыз сондай өмірде сүріп кетеміз ғой, мойындайықшы. Қазір өзіңіз бір сәт ойланыңызшы, қалай сіздің өміріңіз өтіп жатыр. Кәдімгідей бір форматта былай шыр айналып жүрміз да, барлық нәрсе бізге орынды да, тіпті ұйықтаудың өзінен біз ешқандай да кайф алмаймыз, просто ұйықтау керек. Жұмыс жасаудан да просто тупо жұмыс жасау керек. Тамақ ішу керек. Бізге ішу керек айтпесем болмайды. Тамақты да просто ішу керек болғандықтан ішеміз де. А на самом деле әрбіріне бір рахаттану моментін қосатын болсақ, біздің өмірімізге кәдімгідей бір өзгерістер келіп бастайды. Кәдімгідей өміріміздің мәні болып бастайды да. Өмір сүрудің мәні сол кезде басталады. Не үшін өмір сүріп жатырық? Просто өмірімізді өте бергеннен гөрі, әрбір нәрседен бақыт ала білу, ляззат ала білу керек та, бақытты бола білу керек әрбір нәрсені жасағанымыздан. Не айтқым келді? Сол киноны көріп алдым, ол кинода жаңағы кейіпкер Италияға саяхаттап кетеді. Өзі Америкада тұрады, Италияға саяхаттап кетеді. Италияда жаңадан тілді үйренеді. Итальяндықтардың тілі өте әдемі ғой. Сол жақтың тамағын ішіп бастайды, көшелерінде бүйтіп қарап жүрген кезінде подругасына айтады, мен вообще өмір сүруде наслаждаться етудің барлығын ұмытып кетіппін. Маған жаңа тілді срочно үйрену керек. Әрбір тамақты жеген кезінде, даже қазіргі өзімнің күнделікті үйреніп қалған тамақтарды уже жегім келмейді, бір что-то новое дейді, бір нәрсені жаңадан байқап көруім керек болып жатыр дейді. Сонымен ол Италияға кетеді. Сол киноны көріп алғасын, мен де шетелге бару керек деген нәрсе қабылдадым өзіме. Бірақ мен ол кезде сразу ақшам болған жоқ. Ол адамның істеген нәрсесін мен Қазақстанда жасап бастадым. Шынымен де да, енді қараңыз, мен мына жерге сіздің көз алдыңызға екі
пастаны қойып қоямын, 2 макаронды. Мынау және мынау. Бұл екеуі де дәл менің галереямнан алынған. Бұл екеуін де мен жегенмін. Менің жеген тамақтарым. И бір ақшам болып бастаған кезінде мен Италияға бардым. Италияға барған кезінде паста заказ бердім. И мен постоянно паста сыртта ресторандарда заказ берген кезінде етсіз, еш нәрсесіз, тек қана томатный соуспен берем пастаны. И жаңағы томатный соуспен берген кезінде ана пастаны жесең, бір уже жұтқың келмейді ғой. Қимайсың ғой ана нәрсені, ананың дәмін. Айтып жеткізе алмаймын. Соус бір керемет да вообще. Оны әрбіріңіз жеп көру керексіздер. И мына жерде менің күнделікті өмірде өзімнің жасайтын пастам түрі макарон. Біз не істейміз? Қазан қаламыз, патырлатып қуырамыз да, столға қойып жібереміз, болды, нанмен ұрып жеп аламыз. Қасына салат қоссақ, қостық, қоспасақ ол да жоқ. То есть менің түсінгенім, өмірде Аллах тағала барлығына бірдей өмір берген ғой. Просто өзіміз ішіне қосатын приправаларды, дұрыс рецепті білмейміз. Айтпесем қараңыз, мынау пастада бір, мынау пастада бір. Ресторанның пастасын жеп көріңіздер, шет елге Италияға барудың қажет жоқ. Просто бір ресторанға, итальянский ресторанға барып, паста жеп көріңізші. Вообще басқаша өзіңіздің үйіңізде жасайды. Бірақ екеуі бір ғой. Май, паста, неше түрлі макарондардың түрі бөлінеді. Ішіне аласың да помидорды қосып жібересің, немесе паста қылып саласың. Болды. Сол секілді, кез келген адам дәл осы паста сияқты өзінің өмірін өзгерте алады. Просто дұрыс жасай білу керексіз. Элементарно салатты алыңызшы, тамақты алыңызшы, кез келген. Не болады? Тұзын көп қосып жіберсек, жей алмай қаламыз, Прям оны жейін десек бір ашты болып, тамағымыздан өтпей қалады. Тұзын кем қосақ, тоже что-то не то болып тұрады. Дәл сол сияқты өмірде де, сіздің өміріңізде дәл қазіргі таңда бір нәрсе жетіспей жатса, значит, сіз жеткілікті ол жаққа энергияңызды, уақытыңызды, махаббатыңызды беріп, іс-әрекет жасап жатқан жоқсыз. Дәл тұзы жоқ тамақ сияқты ғой. Если сіздің тұзды көп қосып жіберген кезінде де жегіңіз келмей қалады ғой, Дәл сол сияқты иногда отношенияларда шексіз махаббатты бермеу керек. Too much дейді ондай. Қатты внимание бермеу керексіз. Отношенияда күйеуіне деп асты үстіне түсе берсең, оның барлық нәрсесін жасай берген не істейді? Күйеуіңіз бір күні бағаламай кетеді. Баланы тәрбиелегенде, құлақ қалдың ба, қарның аш па, математикадан есеп шығармай жатырсың ба, ағылшыннан сөз жаттай алмай жатырсың ба, не болып қалды, үйтіп қалды ма, бүйтіп қалды ма, балам жағдайын қалай деген не болады? Бала өз-өзіне жауапкершілік алмайды. Үлкен өмірге қадам басқанда, университетке түскен кезінде, немесе кейін жұмысқа тұрған кезінде үнемі проблемасын сізге шештіртіп отыратын болады. Немесе сіз үлкен бауырыңызға, дап-дардай бауырыңыз 30-ға келсе де оған ақша беріп көмектесеңіз, бір күн сіз айтасыз ғой, уже мынау достал мені дейсіз ғой, мынау мен ағам уже қалай ол үнемі ақша сұрай береді, мен не үшін оған көмектесу керекпін деп. Өзіңіздің өміріңізде бір ситуация болған шығар, ол подругаңызға, ағаңызға, кез келген бір адамға, айда сенде болған ба сондай ситуация? Біреуді постоянно құтқарасың, біреуге көмектесесің, біреуді сүйреп жүресің, и бір күн ойлайсың, не үшін бұл өзі жасамайды деген сияқты. Түсініп тұрсыздар ма? Шексіз махаббат болу керек. Әрқашан махаббат болу керек. Әрқашан садақа да жасау керекпіз. Көмекті де беру керекпіз. Қолдауды да жасау керекпіз да. Бірақ орын-орнымен. Шексіз махаббаттың түбі, ол жек көрініштік сезімге алып келеді адамдармен. Алламен деп айтып отқан жоқпын. Біз шексіз махаббатты тек қана Алламен ғана орната аламыз. Ешқандай адаммен, жұмыспен, бір затпен шексіз махаббат болмайды. Оның түбі өкпереніш, жек көрініштік сезімге алып келеді. Себебі сіз оған берес.
сіз қалағандай кері байланыс ала алмайсыз. Сондықтан дәл өмірімізді осы салат, паста, тамақтар сияқты көріңіз. Біз бір нәрсені не істейді, банкі жапсақ та, қыста банкі жапсақ та атылып кетеді ғой. Значит, оның ішіне бір нәрсе дұрыс қоспай жатырық та. Дәл сол сияқты ізденіңізші, дәл қазіргі таңда өміріңізде не нәрсені сіз дұрыс подход жасай алмай жатырсыз, не нәрсеге дұрыс әрекет, дұрыс сөз айта алмай жатырсыз. Ізденіңіз. Ешқандай психолог сізге тауып бермейді. Психолог менің айтатын әңгімем де кәдімгі өмірдің әңгімесі. Бұл просто қарапайым нәрселерді айтамыз да бізде. Жауаптың барлығы өзіңіздің ішіңізде жатыр. Ізденсеңіз табуға болады. Бірақ іздеу керек екен деп 50 жасқа дейін іздеп жүре бермеңіз, таппай қалдым деп та. Таба алмай жатсаңыз, уже маманына жүгіну керексіз ғой. Тіс аурудың, бас аурудың деген сияқты, ми ашудың маманы біз, психолог деген сияқты. Бірақ психологқа жүгінбестен, айтады ғой, ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол ізде деп, ең бірінші өзіңізден іздесеңіз, міндетті түрде жауабын таба аласыз. И дәл қазір сізге мынандай тапсырма бергім келеді. Отырыңыз, жазыңыз. Өміріңізді қалай жақсарта аласыз? Бойыңыздағы қандай мінез құлықтарды тоқтату керек? Сіздің өзіңізге кедергісін келтіріп жатқан, өзге адамдарды ренжітіп жатқан қандай мінезіңіз бар бойыңыздағы? Сол нәрсемен жұмыс жасаңыз. Өзгеріс ол өзіңіздің бойыңыздағы мінез құлықтан басталады. Одан кейін барып әрекет, соның барлығы сіздің мінезіңіз, сөзіңіз, ойыңыз өзгергенде ғана өзгереді. Сол кезде ғана сіз результатын аласыз. Сол мен сіздерге айтқым келгені, өмір сүру өте оңай. Просто оның біз рецептін білмей жатырмыз. Ал рецепт дәл тамақ сияқты ғой. Бір күні тұзын кем қосамыз, бір күні көп қосамыз. Даже майын көп қосып жерсек те, или етті қатты қайнатып жерсек те, кем қайнатып қалсақ та, дәмі не толы кетеді ғой. Дәл сол сияқтымызда өмірде де бір нәрсені сәл кем жасап жатырық, немесе артық жасап жатырық. Соны нормасына келтірсек, өміріміз нормальный болады ғой. Сондықтан бұл видео сізге пайдалы болды деген ойдамын. Ойланыңыз, не нәрсені артық беріп жатырсыз, не нәрсені кем беріп жатырсыз. Ендеше сәттілік. Егер менің видеом ұнаса, дәл қазір мынау төменде подписаться дегенді басыңыз, және де лайк басуды ұмытпаңыз. Достарыңызбен осы менің YouTube парақшаммен бөлісіңіз, және де әрқашанда YouTube парақшамды тексеріп тұруды ұмытпаңыз. Енді жиі пайдалы ақпараттар мен видеолар шығып отыратын болады. Егер осы видео ұнаса, тағы да бір нәрсе айта кетейін. Ая Жібек Instagram парақшасына да жазылып алыңыз. Алған инсайттарыңызды мен отмет етіп, өз сторисіңізде бөлсеңіз, өте қатты қуанып қаламын. Сау болыңыз.